Тарихқа дейінгі жыртқыштар. Қылышты жолбарыс. Смилодон. Ол аяусыз және қатыгез жыртқыш. Қылышты жолбарыс ең үлкен олжасын алуға бейімделген алып мысық. Керемет күшке ие және пышақтай өткір 17 сантиметрлік азу тістерімен қаруланған. Бұл алпауыт Америка құрлығында 2 миллион жылға жуық уақыт бойы үстемдік еткен. Күш жақ аналауға жарамдылығы қылышты жолбарыс өте қауіпті жауға айналдырды. Бірақ кенеттен қылышты жолбарыстар түсініксіз түрде жоғалып кетті. Смилодон өзінің күші дене бітімімен ерекшеленеді. Оның салмағы шамамен 340 келі болуы мүмкін. Бұл ең үлкен еркек арыстандардың салмағынан 5%-ға артық. Денесі қысқа, аяқтарына сүйеніп құйрығы діңге ұқсайтын. Мұндай аяқ-қолдары бар қозғалыстардағы мысықтың қандай да бір сымбаттылығы, тегістігі туралы айту мүмкін емес еді. Жыртқыштың реакция жылдамдығы, күші мен инстинкті бірінші орынға шықты. Өйткені ол денесінің құрылымына байланысты ұзақ уақыт бойы олжасын қуа алмады және тез шаршады. Жолбарыстың терісінің түсі жолақты емес, дақты болған деп есептеледі. Негізгі түсі камуфляж реңктері болды. Қоңыр немесе қызыл. Бірегей ақ қылышты жолбарыстар туралы хавесет бар. Альбионстар мысықтар тұқымдасында әлі де кездеседі. Сондықтан бұндай баяу тарихқа дейінгі дәуірде болған деп батылдықпен айтуға болады. Қылышты жолбарыстар мақтанышпен өмір сүрді және бір аналауға шыға алды. Бұл олардың өмір салтын арыстанға ұқсатады. Бірге өмір сүрген кезде әлсіз немесе жараланған адамдар сау жануарларды сәтті алу арқылы қоректенетіні туралы дәлелдер бар. Қылышты жолбарыстар төрттік кезеңнің басынан бері қазіргі оңтүстік және солтүстік Америка территорияларында біраз уақыт бойы үстемдік етті. Еуразия мен Африка континенттерінен қылышты жолбарыстардың қалдықтары әлдеқайда аз мөлшерде табылды. Ең танымалдары Калифорнияда бір кезде жануарларды суаратын ежелгі орын болған Мунайки көлінен табылған қазбалар болды. Онда қылышты жолбарыстардың құрбандары да, жыртқыштардың да өздері де тұзаққа түсіп қалды. Қоршаған ортаның арқасында екеуінде сүйектер тамасы шақталған. Ал ғалымдар қылышты жолбарыстар туралы жаңа мәліметтер алуды жалғастыруда. Олардың мекендейтін жері қазіргі саванналар мен далаларға ұқсас өсімдіктері аз жерлер болды. Барлық заманауи жыртқыштар сияқты олар етқоректілер болды және етке деген үлкен қажеттілігімен өте көп мөлшермен ерекшеленді. Олар тек ірі жануарларды аулады. Бұл тарихқа дейінгі бизондар, үш саусақты жылқылар, жалқаулар және үлкен провозалар еді. Қылышты жолбарыстар кішкентай мамонтқа да шабуыл жасай алады. Кішкентай жануарлар бұл жыртқыштың диетасын толықтай алмас еді. Өйткені ол өзінің баяулығынан оларды ұстай алмай, жей алмаса, үлкен тістері оған кедергі жасайтын еді. Көптеген ғалымдар нашар тамақтану кезінде қылышты жолбарыс бас тартпады және құлап кетті деп мәлімдейді. Жойылып кетудің нақты себебі анықталған жоқ, біраз бұл фактін түсіндіруге көмектесетін бірнеше гипотезалар бар. Олардың екеуі осы жыртқыштың тамақтануына тікелей байланысты. Біріншісі, қылышты жолбарыстар етпен емес жыртқыштың қанымен қоректенген деп болжайды. Олар азу тістерін ине тәрізді қолданып, жәбірленушінің денесін бауыр аймағына және сол жерін ағып жатқан қанды тесіп өткен. Ұшанның өзі бүтін күйінде қалды. Мұндай қоректен жыртқыштарды күні бойы дерлік аналауға және көптеген жануарларды өлтіруге мәжбүр етті. Бұл мұз дәуірі басталғанға дейін мүмкін болды. Содан кейін ойын іс жүзінде жоқ болған кезде қылышты жолбарыстар аштықтан өлді. Екіншісі жиі кездесетіні қылышты жолбарыстардың жойылуы олардың әдеттегі диетасын құрайтын жануарлардың дереу жойылуымен байланысты екенін айтады. Ал екіншісінде олар анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты салынған жай ғана сәтсіздікке ұшырады. Қазір қылышты жолбарыстар әлі тірі және оларды орталық Африкада тау арыстандары деп атайтын жергілікті тайпалардың аңшылары көрген деген пікір бар. Бірақ бұл құжаттармен және әлі күнге дейін әңгіме деңгейінде ғалымдар қазір бұндай үңгілердің болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Егер шынымен де қылышты жолбарыстар табылса, олар бізден
қызыл кітаптың беттеріне түседі. Бар болғаны лайк басып каналға жазылыңыз және алдыңғы 2 нөмірді қараңыз.